Бүгін ауылға бардық. Ауылдың бір керемет бір сәтті далаға піскен наннан сіздерге ауылдың өмірінен таныстырғым келіп отыр. Бүгінгі бізде табиғи, яғни даланың қозапаясына піскен нан қалай пісу әдісімен көреміз. Жұмыртқа қоссаң вообще әдемі шығады, тұқым деп жұмыртқаны айтып жатыр ғой сол. Спичка алып келсе қыз. Жана ма? Екіншісінде қойсын. Не важно, үстінде тұрады ғой. Бәді екіншісінде қойып қыздыратын едік қой. Бұлайша лезде піседі, е? Далаға нан көміп пісіру. Тапамызды қыздырып жатырық. Қозапаярмен нан пісіріледі, нан көміліп пісіріледі. Керемет. Ауылдық жерде, далада табаға нан пісіру қандай керемет. Міне бүгін біз сол табаға нан пісірген жатырмыз. Міне біздің табамыз қызып жатыр. Таба қызған кезде ол әппақ болады. Далада сәл желкен болып тұр. Сондықтан отымыз сәл ошақтың қасында. Мына ар жағында ошағымыз тұр. Қазір табамыздың қызған су шашу арқылы білеміз. Міне су шашу арқылы таба қызды. Енді қазір табаны майлап нан жапсырамыз. Табаға қажетті заттарымыз май, су, ашыған қамырымыз.
Qo'za qo'yadi. Бәне біздің дала піскен тапананысты астыңыз қандай керемет әдемі. Енді сармай жағып жерсек, же керемет. Ашық болып қалдым, аса қысып күттік. Еш нәрсе алмайды. Кейін риза болып кетсін деді қойды. Иә, рахмет. Мінекей ыстық тапанан далада көмген Қозыбайға. Және тамақ ошаққа піскен керемет. Тауық етінен, картоптан укроп себіліп тамаша. Тауық етінен бұқтырылған тауық. Шекеміз қозылды. Иә. Мін көз болып піскен күшті. Демай қалдым ба? Жұмсақтығы енді керемет. Бүгін міне біздің жездеміздің дастарханынан, жаңа жоғарыда тапаннан, міне табаға далаға піскен. Мынау тамақ керемет ошаққа піскен. Мынау полядан деп айтамын, жаңағы бақшадан өз қолмен егілген. Таза химикаты жоқ, қиярдан салат жасалып, өте керемет. Жездемізге мың алғыс, әпкеміз аман болсын. Сіңліміздің пирогы.